Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Мен каналымды нөлден бастап тігін тігіп үйренгісі келетін, немесе білімдерін ары қарай жалғастырғысы келетін қыз-келіншектерге арнаймын. Мен бүгінгі видеомда сол тігінге керекті құралдармен таныстырып өтетін боламын. Ал енді өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Балжан, мен 30 жылдық тәжірибесі бар тігіншімін. Келесі видеоларымда сіздерге керекті ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Сол ақпараттарды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ал енді құралдармен таныстырып өтетін болсам, қайшыны алайын. Қайшының бірден сапасы жоғарысын алуға кеңес беремін. Екінші, ол кішкентай қайшы. Кішкентай қайшы, яғни чипчик деп аталады. Ол тігін машинкасымен жұмыс жасау барысында өте керекті құрал. Келесі, бұл сантиметрлік өлшем. Сантиметрлік өлшем кез келген өлшемдерді алып, соны қағаз жүзіне немесе мата бетіне түсіріп отыру үшін керек болады. Келесі, түйрегіш инелер. Түйрегіш инелер біз матамен жұмыс жасаған кезде маталарды бір-біріне беттестіріп, солардың бір-бірінен жылжып кетпес үшін пайдаланып түйреп отырамыз. Келесі, бұл үтік столымыз. Сонымен қоса, оған керекті ол үтігіміз. Келесі құралымыз бұл жаңағы сызғыш линейкамыз және бір простой карандашымыз. Сонымен қоса, біз алған үлгілерді копировать етіп, яғни көшіріп отыру үшін керекті калька бумагамыз болу қажет. Және миллиметрлік қағаздар. Сонымен қоса, бір общий тетрадь арнап қойсаңыздар, ол тіпті керемет болады. Ал енді тағы бір құралымыз ол тігін машинкасы. Тігін машинкасының маркаларымен және олардың функцияларымен, жаңағыдай онымен қалай жұмыс жасау керек туралы сол ақпараттармен мен келесі видеомда көрсететін боламын. Жоғарыдағы айтылған ақпараттар сіздерге пайдалы болды деп түсінемін. Ұнап жатқан болса, лайк басып кетсеңіздер болады. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.